Балалар, сабағымызды бастамас бұрын баршамыз мүжеге шаттық шеңберінде тұра қояйық. Тез-тез тұра қоямыз шаттық шеңберіне. Қолымызды ұстаймыз. Ендеше бірге қайталаймыз. Мейірімді жүрекпен, ақ пейілді тілекпен, амандасып алайық, бір жадырап қалайық. Жарайсыңдар балалар, орындарыңа отыра қойыңдар. Балалар, көңіл күйлерің қалай? Сабаққа дайынбыз ба? Олай болса, балалар, сабағымызды бастаймыз. Балалар, біздер алдыңғы сабақта қандай дыбыспен таныстық? Үй тапсырмасын шолу мақсатында ашық микрофон әдісі арқылы сіздерге бірнеше сұрақ қоямын, сол сұрақтарға жауап береміз. Дыбыс дегеніміз не кім айтады? Дыбыстар нешеге бөлінеді, балалар? Екіге бөлінеді. Қандай? Дауысты, жарайсыңдар. Ал енді дыбыс дегеніміз не, балалар? Дыбысты біз не істейміз? Айтамыз. Естейміз, әріпті не істейміз? Әріп дегенде көреміз, балалар, жазамыз, көреміз екен әріпті. Жарайсыңдар, балалар. Олай болса, балалар, біздер бүгін жаңа сабағымызды бастаймыз. Бүгін біздер ш дыбысымен танысатын боламыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты, балалар, ш дыбысының айтылуына, сөзде, буында, сөйлемде ш дыбысының дұрыс айтылуына машықтанатын боламыз. Және де ш дыбысы кездесетін сөздерге мысал келтіріп, ойлап табатын боламыз. Балалар, ш дыбысы дауыссыз дыбыс екен, бәріміз тақтаға назар аударып қараймыз. Ш дыбысы дауыссыз дыбыс. Ш дыбысы сөздің басында, ортасында және соңында кездеседі екен. Енді балалар, мен сіздермен бір ойын ойнатқым келіп тұр. Мына жердегі жемістердің ішінен ш дыбысынан басталатын жемісті тауып көрейікші. Шие, дұрыс айтасыздар, балалар, жарайсыңдар. Шие екен. Келесі, көкөністердің ішінен ш дыбысынан келетін қайсысы? Перецтің қазақша солай. Бұрыш және шалқан екен, жарайсыңдар, балалар. Балалар, енді келесі кезекте мына жәндіктердің ішінен ш дыбысынан келетін жәндіктерді табайықшы. Шегіртке, шыбын, дұрыс айтасыңдар, балалар, жарайсыңдар. Олай болса, балалар, енді біздер ш дыбысымен әрі қарай
боядық па балалар? Ш дыбысын боясақ, ендеше енді ш дыбысының жазылуын жазамыз. Мына жерде үзік сызықтармен біздерге берілген, иә? Осы үзік сызықтардың үстін бастырып жазу арқылы әдемілеп ш дыбысын жазамыз. Бояп болсақ, қаламымызды қолымызға алып, әрдайым ш дыбысын жаза қояйық. Тездетейік балдар. Балдар тездетейік. Сөйлемін ш дыбысының жазылуын жаза ғой. Балалар, болса, келесі тақтамен жұмыс, иә? Екі топтан бір-бірін қоштан тақтаға шыға қояйық. Жанарыс тақтаға шыға ғой. Келесі Айзере тақтаға шыға ғой. Тақтаға шығамыз, мына жерге тұрамыз, екеуміз екі жаққа келіп тұрамыз. Мен сіздерге мына жерге сөздерді айтамын, иә? Айзере мына жерге келе ғой. Келе ғой. Так, бірінші Жанарыс шана сөзін буынға бөлегіш. Жарайсын, екі буын екен, иә? Айзере, шеге сөзіне буынға бөлегіш. Жарайсын, екі буын екен, иә? Жанарыс, шәйнек сөзін буынға бөлегіш. Екі буыннан тұрады екен, иә? Айзере, шатыр сөзін буынға бөлегіш. Екі буыннан тұрады екен, иә? Жарайсыңдар балалар, орындарына отыра қойыңдар. Так, балалар, келесі тапсырма сіздерге өз беттік жұмыс, иә? Балалар, қаламсағымызды қоя қойайық. Келесі тапсырма өз беттік жұмыс. Сіздерге мына жерде 4 сурет берілген. Әр суретке дыбыстық талдауын сәйкестендіреміз. Мысалы, бірінші суретте ненің суреті берілген, балдар? Шардың суреті берілген. Келесі суретте не берілген? Шелек берілген. Келесі суретте тырнауыш және шегенің суреттері берілген екен, иә? Мысалы, шар дегенде неше дыбыс бар, балдар? Шар дегенде 3 дыбыс бар, яғни 3 дыбыстан тұрған дыбыстық талдауды шарға сәйкестендіреміз. Келесі, шеге. Шеге дегенде неше дыбыс бар, балдар? Шеге дегенде. Ол буын ғой, екі буын. Неше дыбыс бар? Жоқ. Шеге. Неше дыбыс бар, балдар? 4 дыбыс бар, осы айтасын Жанарыс. Солай әр суретке өзінің дыбыстық талдауын сәйкестендіре қояйық. Жарайсың, біреу қалыпты, біреуін орындай қой. Жарайсың, дұрыс. Аян дұрыс орындады. Келесі Айдеп орындай ғой, тездете ғой. Жанарыс орындапты, дұрыс, жарайсың. Айсезім орындапты, дұрыс. Айзере орындай ғой. Рамазан орындадың ба? Тездетейік. Нұралия, шардың дыбыстық талдауы, иә? Шарда неше буын дедік? 3 буын. 3 дыбыс. Апараға. Келесі шемен апараға. Аяғын тездете болып па? Балдар, келесі кезекте мына сіздердің алдарыңызға бағалау смайлығы берілген, иә? Күлімсіреп тұрған, мұңайып тұрған. Бүгінгі сабақты түсінсек, күлімсіреп тұрған смайлікті бояймыз.
Kişkini түсінбесек, яғни мұңайып тұрған смайликті бояймыз. Орындай қойайық. Сөйле орындай қой. Түсінікті ме балдар? Абай не